Мәссаған. Қала olmasa olan уақыт қапты ғой, Пультті қайқа құртқан, балалар, таң атты, тұрыңдар, шай ішеміз болды. Үйдің пульті қайда? Үйдің пульті қайда, қайсысын көрдіңдер, қыздар, тұрсаңдар ше. Ой, аға, бүгін бір демалысты жата қойын деп едік. Не болды? Сонатам ұйқымыздың бұттысын шығар. Бір таң атпай тұрып, бір шай қойып, аға шай ішіңізді дастархан жайнатып жіберетін қыздар ма, қыздар емес пе бұлай? Аян Нұрдәулеттерге айта салсаңшы, солар сей салса ештеңелер кетті. Сонатам үй жұмысын тек қана қыздар істеу керек де еш жерде жазылып тұрған жоқ. Солар істесе еш жер кетпейді. Айналайындар, олар ше дастарханды жайнататын емес, дастархан жайрататын дәлелдер ғой ол. Давайте болай, тұрыңдар, шай қойыңдар, тұрыңдар, таң атты. Ой-бой, мыналар түнімен отан қорғаған жауынгерлер ұқсап ұйықтап жатыр ғой, сілекейлері. Тұрыңдар, үйдің пульті қайда? Аян, Нұрдәулет, Мағжан. Пульт үйде болады да, басқа қаяқта болады. Солай аға өтініш, шамалы уақыт беріңіз, ұйқымыз азаймайық, сосын тұрамыз. Тұрған сол пультті де бәрін тауып береміз. Ойбай, тағы не істейін? Онда ұйқыларымды мен күзетейін онда. Алла осылардың ұйқысын тыныш қылай көрдіп. Тұрыңдар, далбасыламай, пультті іздеңдер бұл. Асан, мен пульт не ағылас? Аға өтініш, кішкене ұйықтап алайықшы, сосын тұрып пультті өзім ақтауып берем. Мен де іздеуге көмектесем. Сандырақтанмаңдар, тұрыңдар бұл. Сендерге түннен телефон шықыладың ешкім жоқ. Телефондығы бәле болды. Тұрыңдар, қала олын басталып кетеді. Тұр. Аян, тұр. Құдай, қалауын бөйтіп бұратқа. Мейлі тесесі тауып береші бұл. Сосын жа, ұйықтайымсың. Тұр. Дұрыс айтасың, тезірек тауып береді. Ұйқым келген жерден жалпы. Аға, осы бізге қашын жеңге тауып бересіз. Жасыңыз болса мынау, динозаврдың жасына жетті. Қашанғы дастархан біз дайындап жүре береміз. Жеңгеміз дайындайтын уақыт болды ғой. Енді маған не дейсіңдер енді? Қыз жоқ болса өлеміз ба? Қазақта айтады. Қашқан кетпейді, бұйырған жетпейді деген. Басымызға бұйырған біреу бар шығар, көреміз ғой. Қайдам? Қалауын көріп үйде отыра берсеңіз. Несібеңіз таппайсыз? Аға не сізге? Тезірек үйлену керек. Болмаса біз өмірсейік. Қашан пульт іздеп жүріңіз, жеңге де іздеп қояқтандасың ба? Вот, міне елестетіңдер. Жеңгеміз ақ орамалын тағып алып, қызыл халатын киіп алып, атын қайналарын тұрыңдар шай ішейік десе кайф емес пе? Ой-бой, мен үйленсем кайфым мен емес, сендер көрейін деп тұрсыңдар ғой. Бос арман деп бермей шайларын ішіңдер ғой. Біздікі бос арман емес қой. Осы біздің жеңгеміз болсын деп армандап отырамыз ғой. Жүз теңгең болғанша бір жеңгең болсын деген. Ойбай, сендер қыраға деген мақал көздеріңе бұрып алып ұра беретін. Ондай мақал жоқ та ғой. Онда былайшы, алтын басы әлден, бақа басы жеңге артық десем де қалай? Ағаның жақсы болуы жеңгеден деген. Не тормози, братан? Жеңгесі бар адамдар, ешқашан қартаймайды. Болды. Далбасыла бермей жайлардың ішіңдер. Қазір қала олын басталады. Оның үшін әлі пультті де тапқан жоқпыз. Давай бол. Братана ойының не өп жатыр? Free Fire'ға бала жиналды. Онда ана Мағжан ағаларын тартпадық па ойынға? Олар үлкен ойнай қояды. Ой, бір түсіндіріп алсақ, ертең өздері басымен кіріп кетеді ғой. Хабар болшы сонда Мағжанға не істеп жатыр? Болмаса, сразу үйіне бара салайық та. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, келіңдер балалар. Мағжан үйде ме аға? Үйде болма қайда болады ол? Оны көшеге шығып ойнаған көрдіңдер ме? Екі көз телефонда жатқан. Аға енді Мағжан тезді шақырып жіберіңізші. Не болып қалды, тыныштық па? Тыныштық па, бірге ойнайық деп еді. Дұрыс. Көшеге шығып доп теуіп ойнағанға не жетсін? Жарайсыңдар. Ағай, доп болғанда мәселе мынада ғой. Біз доп емес Free Fire ойнауға келмедік, телефонмен ойнайтын.
Ey, sender de telefonga kirip kettin desender. Mako! Ana Free Fire'daki dostlar gel, çıkı! Jigitler, ötünüz. Maşineni iterip otaldırıp jiberde şöşüp kaldı. Көке азық сет кете берейік. Бұнда шека кешерді. Otaldırıp jibersеңдер болды. Зыр етіп өзім жетіп тұтасайым ғой мектептеріңе. Ой, алтындарым, рахмет. Сау. Сәл. Отыр. Тез. Ай, жігіттер, бәрекелді, рахмет үлкендіген. Енді құратқанша танысып отырайық, есімдерің кім болды? Менің есім Аян. Менікі Нұрдәулет. Мағжан. А мен аялым. Іңкәр. Ай, бәрекел, бәрің бір үйдің балдарысыңдар ма? Иә. Сосын біз негізі алтаумыз. Өзімізде үлкен ағамыз бар. Мәссаған, мамаларың бәріңді кезек патырлат бірден туған ба деймі дейміз? Ағамыз бізден әжептеу үлкендеу. Біз бәріміз бірдей құрдастай болып өскенбіз. Жақсы, алтындарым, жақсы. Енді сендерге бір сұрағым бар еді. Сабаққа не үшін кешігіп жүрсіңдер? Түнімен сот құшқылап ұйықтап кетіппіз. Бірақ енді сендер кешікпесіңдер, маған кім көмектесер еді? Я, біздің ұйқы режиміміз ауысып кеткен. Кеш жатып, кеш тұрамыз. Осы әдеттен бір айырыламадық. Иә. Бұл сотқа деген бәле болды ғой. Адамды телміртіп қойды ғой бетіне қаратып. Енді онда сендерге менің бір жақсы бір ұсынысым бар. Ол қандай ұсыныс? Мен сендермен бәстесем ба деп едім. Егер сендер, тыңдаңдар, бір апта бойы телефонға телмірмей, офлайн өмір сүрсеңдер, яғни телефонсыз өмір сүрсеңдер, онда мен сендерге әрқайсыларыңа 5 мыңнан 25 мың теңге берем. Бола ма? Біз сіз танымаймыз ғой, қалай болады екен? Оның үстіне бір апта шыдай алмаймыз ғой. Иә. Егер де бір аптадан кейін сіз жоғалтып алсақ ше, босқа уақытымыз кетеді емес па? Иә, аяу дұрыс айтады. Сізді көргеніміз бүгін ғана. Дұрыс. Енді мен сендерге айтайын, мен осы ауылдың тұрғынымын. Осы көшемен 1000 рет былай өтем. Бәріңнің түрлеріңді көріп алдым, жаттап алдым. Егер сендер мақұл десеңдер, бір аптадан кейін онда 5 мыңнан ұтып тұрсыңдар. Қалай, бәстесеміз ба? Ойланып көрейік. Ойланып көрейік. Жарайды онда. Мынау сендердің мектептерің ба? Ақша демім, мектептеріңді де байқамай қалдыңдар ғой. Жарайды онда, жолдарың болсын. Бір аптадан кейін жолығамыз. Офлайн өмір сүреміз, офлайн, онлайн емес. Жақсы. Жаңағы айтқан кісінің айтқан істеп көреміз де? Мен түсінбедім ше, мейлі айтқан істеп, бірақ ол кісіге қалайдан дейміз біз? Не қасымызда жүрген жоқ, бір апта телефон ұстамадық деп алдап соғыстық болады ғой. Жігіттер, не айтып жатсыңдар? Түк түсінген жоқпын. Миым ашып кетті ғой. Бізге де айтсаңдар? Қысқасы былай, біз бір апта бойы телефон ұстамаймыз деп шештік. Ойбай, не дейді тағы жайшама? Ондай ойға қалай келдіңдер? Біз бір кісімен бәстестік. Егер біз бір апта телефон шықпамызсақ, бізге әрқайсысына 5 мыңнан береді. Қалай? Желание бар ма? Асыл, онда бізде алмадық па? Бізде құрғап кетпейік. Сендерге үкімет ақша беріп отқанда сөйлейсіңдер ғой. Ол кісінің қақын табасыңдар ма? Ол кісі кім? Айтыңдаршы. 5 мың теңге ол, оны іздеп жүрік. Бірақ сендер шыдай алмайсыңдар. Өйткені сендер сотмен бірге туылғансыңдар ғой. Қойыңдар жігіттер, апа-жіптер Free Fire ойындарын айырып қаласыңдар ғой. Аяу? Ау. Мен осы ойлана келеше, таксист ағайдың оймен келісетін болдым. Қой, сұрас па? Иә, бір апта дегеннен өтекте кетік. Сонда ақша үшін естіпсіне атыс па? Жоқ, мүмкін анау шынымен телефон деген бәледен арылатын шығармыз. Ай қайдам, онда сіз келсеңіз мен де келсем. Біздің жүгірмектер ойнай ма екен дейсіз, иә? Ай білмеймін. Әпке ан жүрған ала? Қана? Ойбай, мұны точно солар ма? Ойын басталып кетсейші. Иә, бол.
Иә, түсіндің ғой, иә. Жарайды аға. Болып бердік қой, енді сізді қызықсыз. Жарайды, жақсы. Қап, мына машинада бір, әжептәуір машина инвалид болып қалған несін аның, Асыл, ана өткенде кісі емес па? Кімді айтасың? Ой, анау ше, мағжан, аяндарға ақша таратып жүрген. Анау ма? Такси. Иә. Бақ сөйлес қайтайық. Кет. Бірақ тоқта. Біз оған барғанмен не деп айтамыз? Бірақ оның расы. Кет. Жігіттер, бір минутқа сендер. Бола ма, бір минут, жігіттер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Ассалаумағалейкум. Жігіттер, өтінішім, мына машина тағы да оталмай қалды. Итер жіберіңдерші, оталдырып жіберіңдерші. Давай. Жандерім сол. Қазір тоқтайтыңдар. Бәрекелді. Давай. Сәл қыл. Кет. Үйнауын кетіп қалыңыз, 5000 теңге не? Жота Масыл, қиялына бірдетті ма? Қойшай. Ей, мыналар бөлмесіне кіріп алып, тағы да телефон шұқылап отыр ма? Аха! Тобамда менің өңім ба, түсін ба? Мұны точно біздің балдар ма? Бісміллә. Жарайсыңдар балалар. Так, держать. Так, мені қыздарым не істеп жатыр екен? Қыздарики! Жабың шесті. Барың Саняха. Тоба, мыналардың бәріне не болған? Таң атпай жаттығу істеп жатқан нес? Шай қашан ішеміз сонда? Интересно. Тоба дастархан жайнап тұрған нес? Бұлар таңғы асты қашан дайындап үлгерген не? Так, вроде бүгін туған күнім емес. Жұма емес. Мәссаған. Біздің үй жұмаққа айналды деген осы шығар. Бисмиллахиррахманиррахим. Әпке, қалай кітабын алып жатыр ма? Иә, басында қызықпаған едім. Қазір ішіне сөндіп бара жатырмын ғой. Дей. Ақым болып кетпеңдерші әйтеуір, кітапқа сүңгіп. Мына кітап жақсы екен. Таза бізге арналған. Сонда не туралы? Адал жарыңды жолықтырғың келсе деген кітап қой. Дәнекер аға, срочно апарып беру керек десей? Дәнекер ағаға да қалауын көргізе бермей, осы кітапты да апарып беру керек еді. Иә, мүмкін осы кітапты оқып, өз адал жарын іздеп кетер. Мен қыз іздеймін. Үзіліп ақ тұратын, сызылып ақ. Алдыңызға шай керек емес пе, Ақын ханым? Ақын ханым емес, әйгілі әйел Сара ханым шәкірті ғой. Сен ол кісіні қақтан танисың? Не қылса кітаптан оқыған шығармын. Браво. Қойыңдаршы, кітап оқиықшы. Мәссаған, ақша деген не сетпейді десек, мыналар кәдімгідей кітапханадан шықпайтын бітті ғой. Асыл, кейде ойлап қоямын да, біз неғып осы кітапханаға кіре салмаймыз? Бізге не пайда, біз бәстес шаққан жоқпыз ғой. Міндетті түрде бәстесу керек па? Просто біз кітапты оқымағаннан кейін түсінбейміз да. Қойшай ақылшы болмайды. Ақылшы болған емес. Просто адами тұрғыда қарайтын болсақ, как будто біз көре алмай отқан сияқтымыз да, сырттай қарасақ. Қалай сонда? Түсінбейтін несі бар? 5000 теңгені алатынына ішіміз күйіп отыр да. Онда бүйтейік та, кітапханаға кірейік, өтірік кітап оқып жатқан адам ұстап отырамыз. Тоқта. Қазір біз кітапханаға кіретін болсақ, бізді ақша дәметіп жүр деп ойлап қалады ғой. Қош, кеттік. Өле, сен тентексің ба, өз сөзіңе өзің қарсы шығып. Мыналардың телефондары неменеге өшіріліп тұр екен? Тыныштық бекен әйтеуір. Еш нәрсеге орнып қалмаса бопты. Әшейінде үйге жетіп кеп үйде отыратын бәлілер. Прикинь, бүгін сабақты шашып тастағансың ғой. Байқайсыңдар ма?
осы телефон соңғы күндеріміз кәдімгідей әсерін беріп жатыр. азанда тұрып жаттығу жасап денеміз деген сергіп қалды ғой. Бір жағынан уақыт өтпей кетеді екен, я? Телефондар біз істеп жатыр екен, бізді сағынып кеткен шығар, Беті шамбасы тосып кеткен шығар, я? Бір 2 жыл ұстамаған адам ұқсап сөйлеп тұрсың ғой? Тезірек үйге барайық, ағамыз уайымдап қалмасын, кеттік. Тұрыңдар. Тез жүрейік. Адамды уайымдатып жібердіңдер ғой. Телефондарыңа соқсам, телефондарың өшірулі. Таңертең менен бұрын тұрып апсыңдар. Мейлі, мен оған қуандым. Мынау үйге кеш келіп, адамды уайымдан қартайтып жібердіңдер ғой сендер. Қайда жүрсіңдер? Не істеп жүрсіңдер? Аға, сізге шындықты айтатын уақыт болды. Не шындық ол? Бізде бір апта бойы телефон ұстамаймыз деп өз-өзімізге серт бергенбіз. Азанда ерте тұрып, сабаққа кешікпей барып жатыр. Біз барынша өз-өзімізді өзгертуге тырысып жүрміз. Және де мектептен кейін міндетті түрде кітапханаға барып әдетке айналдырып жүрміз. Жандерім, бірден солай айтпайсыңдар ма, Құдай? Мен сендерді уайымдап жүрмін ғой. Бұл бастамаларыңды мен қолдаймын. Жарайсыңдар. Бірақ аға, сіз де үйде қалауын көріп жатаға бермей, бізге бір жеңге тауып берсеңіз, күшті болып көтереді. Тағы бастадыңдар ма? Табамыз ғой. Қалауын сол үшін көріп атырып қой. Өмірімізді өзгерту өз қолымызда екен. Өзгертіп көрейік. Мүмкін болып қалар. Бұларға сасаң, саған ақыл айтып шығады. Бар ана кітапханаларға бар, кітап оқыңдар бар. Бұларға кітап оқу дегенде бір түрлі. Пульт қайда? Деп не деп айтасың бұларға енді? Мүмкін оқымызды. Қараңдар, біз жан-жағымызға мүлдем көңіл бөлмейді екенбіз ғой, я? Таза ауа, салауатты өмір, қандай керемет. Қалайсың қарындасым? Қалайсыңдар жігіттер? Уағалейкум ассалам. Қалайсыңдар, жақсысыңдар ма? Не жаңалық болып жатыр? Не істедіңдер бұл апта? Біз сіз айтқандай тура 6 күн болып телефонсыз жүргенімізге. Бәрекелді. Сендер красавчиксіңдер, сендер красавицсіңдер ғой, менің жандарым сол. 6 күн офлайн өмір сүрген адам, телефонсыз өмір сүрген адам бір күнді шыдайды деп білемін. Онда мен сендердің ақшаларыңды беріп қояйын онда. Жоқ ағай. Не oldu? Бізге ақшаның қажеті жоқ. Біз сіздің неге олай айтқаныңызды түсіндік. Біз соткасыз өткен әрбір күн берекелі күн екен, біз соны ұқтық. Бәрекелді, дұрыс. Бізге ақшаның дым керек жоқ. Онда бізге бере салыңызшы. Мен енді айтылған сөз атылған оқ дейді. Мына екеуің бес-бесіңнен ала қойыңдар, онда екеуің, мақұл ма? Асыл, сен қуасың ба? Біз бұл ақшаны аламыз деп келіскен жоқ едік қой. Кешіріңіз ағай. Ештеңе. Болды, ала беріңдер. Бастысы сабақтарыңды жақсылап оқыңдар. Телефонға көп телміріп отырмаңдар. Офлайн өмір қайда қызық. Сабақтарынан қалмаңдар. Сол. Нефтему ана екеу ақ кеткендесін ақшаны. Ана жігіттерге берем деймін. Мейлі, қойыңыз. Бала ғой. Бірақ балалардың айтып отқанды дұрыс. Егердегі қырылып отқан қыз жігіттерді көргенше, өзімнің қырылып жүретін келіншегім болғанына не жетсін, құрысын. Мана бәлені өшірейін. Бұдан маған түк те пайда жоқ. Мен одан да қалаға барып айтайын. Үйдегі бауырларымды өзгеріп жатыр екен, мен де бір өзгеруге талпынайын. Ағасы болып мен өзгермесем, ертең аналар маған ақыл айтып бәле болар. Қой, одан да есімді жияйын. Қыздар жігіттер, кешегі жағдай үшін кешіріңдерші. Өзім ыңғайсызданып қалдым ғой. Ой, айта бермешсің. Өтті кетті болды. Зато асыл 5 теңгеге иеленіп қалды. Негіз қыздар жігіттер, бұл ақшаны мен өз пайдама алған жоқпын. Кеше анам қатты ауырып, соның дәрісіне алдым. Киноның аяғын зор аяқтайды ғой, Сен де бір. Біз де бір кітап оқиық та? Кет.